Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі керемет болып шығатын осындай восточный пирогтың рецептімен бөлісемін. Рецепті видеоны соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Және де үй температурасында тұрған сары майымызды салып, қопсытқышымызды саламыз. Бізде тесто песочный тесто болады. Өте оңай жолмен жасалатын песочный тесто. Қопсытқышымыздың үстінен міндетті түрде қантымызды саламыз. Қантымыз көптеу болмау керек. Барлық граммдарын міндетті түрде описанияға жазып қалдыратын боламын. Енді осы салған заттарымызды осылай қолмен езіп аламыз. Және де езіп алғаннан кейін бір дана жұмыртқамызды қосамыз. Қосып қамыр жасап аламыз. Әдемі әрі жұмсақ болып шығады қамырымыз. Кішкене қамырымыз дайын болғаннан кейін міндетті түрде кішкене 5-10 минуттай қойып қоямыз қамыр тыңыну үшін. Міне тыңған қамырымызды енді ұн сеуіп оқтаудың көмегімен дөңгелекше етіп жайып аламыз. Менде өзінде арнайы қалып болғаннан кейін сол қалыпқа арнап осылай оқтаумен әдемілеп дөңгелекше етіп жайып аламын. Енді дәл сол ыдысымызға осы қамырымызды жайғастырып шығамыз. Міне қамырымызды әдемілеп жайғастырып шықтық. Енді үстінен осындай жаңғағымызды саламыз. Жаңғақтарымыз үлкен болғандықтан осылай қолыммен жақсылап езіп алдым. Алдын ала мүйізімізді жуып дайындап қойдым. Оны да жақсылап барлық жеріне жағып аламыз, салып аламыз. Және осының үстіне өздеріңіздің қалаған сгущенкаларыңызды қолдансаңыздар болады. Мен дәл осы дайын болған үстіне сгущенкамызды қосып аламыз. Және 180 градуста алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. Қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіреміз. Беті қызарып піскенге дейін. Барлық жеріне сгущенкасын тигізіп, әдемілеп қасықпен жағып алдым. Және 180 градуста 40-45 минуттай қойып аламыз. Әдемі болып беті қызарады. Қызарғаннан кейін алып аламыз. Алғаннан кейін міндетті түрде суытуымыз керек. Міне біздің восточный пирогымыз дайын болды. Осындай қызартып алдым. Енді осы суығаннан кейін, міндетті түрде суығаннан кейін жесеңіз өте дәмді болады. Ішіндегі салған заттардың бәрі қатып, әдемі болып шығады. Оп-оңай дәл осындай пирогты сіздер де дайындап көріңіздер. Дәмі өте әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. YouTube-қа міндетті түрде кіріп, қолдап, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.